Баршаңызға сәлем бердік. Сіздермен маржан пирожный әзірлейтін боламыз. Ең алдымен осындай 4 бұрышты печенье алып аласыздар. Печеньені бөлшекке бөліп, оқтаумен езіп аламыз. Біздің мақсат толықтай ұнтақтап тастамау. Арасында бөлшектер қалғаны дұрыс. Сол кезде ол ерекше болып шығады. Езілген печеньеға какаомызды қосамыз. Кейін сгущенкамен араластырамыз. Егер де аса тәтті болғанын қаламасаңыздар, сметанамен араластырсаңыздар болады. Бір келкі масса шығарып араластырып аламыз. Осылай шыққан массаны өздеріңізге ұнаған формада жасайсыздар. Томалақша немесе сопақша қылып жасасаңыздар болады. Кейін оны осылай әрлеп шығасыздар. Менде кокосовый стружка әртүрлі түстері бар. Жасап көріңіздер, өте ерекше, өте дәмді болып шығады. Ас болсын.